Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен сендерге бүгін бірінші сынып математика оқулығының 120-ші сабағын түсіндіріп өтетін боламын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. 120-ші сабақ. Есептер. Сәйкестендіруге есептерді шығаруды үйренесің. Бірінші есеп. Есепті оқы. Онда сандар жоқ. Сұраққа жауап беру үшін есептің шарты бойынша кестеге плюс немесе минус таңбаларын қой. Сырым, Нұрлан жарас жүгіруден жарысқа қатысты. Егер келесі тұжырымдар дұрыс болса, онда кім бірінші, кім екінші, кім үшінші болып жүгіріп келді? Сырым бірінші, ал жарас екінші болып жүгіріп келген жоқ. Нұрлан үшінші, ал Сырым екінші болып жүгіріп келген жоқ. Сонда Сырым үшінші орында, я? Нұрлан екінші орында, яғни үшінші орында да жүгіріп келген жоқ деді. Ал жарас екінші болып жүгіріп келген жоқ, бірақ бірінші орында жүгіріп келді. Осылай кестеге қосу белгісін қоямыз. Екінші есеп. Есепті оқы. Осындай кесте құрастыр. Оны есептің шарты бойынша толтыр. Сұраққа жауап бер. Гүлжан, Толқын, Айжан мен Жанар спортпен шұғылданады. Екі қыз жүгірумен, екі қыз тенниспен шұғылданады. Толқын мен Жанар әртүрлі спорт түрімен шұғылданады. Жанар мен Гүлжан да әртүрлі спорт түрімен шұғылданады. Жанар тенниспен шұғылданады. Қыздардың әрқайсысы қандай спорт түрімен шұғылданады? Яғни бұл жерде 4 қыз берілген, және 2 спорт түрі берілген. Яғни Жанар тенниспен шұғылданады дейді. Әртүрлі спорт түрімен шұғылданады дейді Жанар мен Гүлжанды. Гүлжан жүгірумен шұғылданады, ал Толқын мен Айжан Толқын жүгірумен, Айжан тенниспен шұғылданады. Яғни 2 қыз жүгірумен, 2 қыз тенниспен шұғылданады деп жаздық. Үшінші есеп. Есептің шартын және сұлбасын толықтыр. Есепті шығар. Жаттығуға 10 доп алынды. Қанша доп қалды? Яғни болғаны бұл жерде 30 доп. Алынды 10 доп. Шартын құрып жатыр. Қалды қанша доп? Яғни шешуі 30-дан 10-ды аламыз, тең 20. Жауабы қалғаны 20 доп. Төртінші есеп. Сен көкөністер жеу не үшін маңызды екенін білесің. Көкөністер туралы есепті шығар. Анам сары, қызыл, жасыл түсті тәрелкелерге орам жапырақ, қызанақ пен қызылша салды. Орам жапырақтың жасыл түсті тәрелкеге, қызанақтың жасыл, қызыл түсті тәрелкеге салынбағаны белгілі дейді. Яғни қызанақты жасыл мен қызыл түсті тәрелкеге салынбаған, яғни оны сары тәрелкеге салынған. Сары тәрелкеге қосу белгісін қоямыз. Орам жапырақ жасыл тәрелкеге салынбаған, яғни оны қызыл тәрелкеге саламыз, яғни сары тәрелкеге қызанақ салынып отыр. Қызылшаны жасыл тәрелкеге саламыз. Осылай жазамыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Хош, сау болыңдар.